Қазіргі жастарға, дінге қызығушылық танытып отырған жастарға 3 топ қағида айтатын болсақ, бірінші, эмоциядан ілімге ауысу керек. Дін тек қана эмоцияның құралы емес. Эмоция керек бастапқыда. Иман дұрыс, эмоционал түрде адам иман келтіреді, сенеді. Бірақ ол эмоционалды түрде басталған дін рационалды ілімге негізделу керек. Сондықтан бірінші қағида эмоциядан ақылға, ілімге көшуіміз керек. Бірақ бұл жерде эмоция мүлдем болмайды деген нәрсе емес. Керек, бірақ эмоциямен ілімге көшуіміз керек. Және жастарға тағы да қағида менікі ғана дұрыс деген түсініктен сақтануымыз керек. Бұл көбіне ортада түсініспеушілік алып келеді. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс, менікі дұрысырақ десек, көп проблема шешімін табады. Сенікі дұрыс, бірақ менікі дұрысырақ десе, көбіне проблема азаяды. Ал менікі ғана дұрыс десе, проблема көбейеді. Және діннің формалық сипатынан мазмұнына өту керекпіз. Дін жалаң формалардан тұрмайды. Діннің мазмұны бар, діннің рухы бар. Діннің формасынан мазмұнына өту қажет. Яғни діннің рухы бар. Дінді тек қана жалаң ритуалдармен түсінбеуіміз керек. Яғни, тағы да айтатын болсақ, біздің иманымыз, құлшылық ғибадатымыз бізді көркем мінез құлыққа жетелеу керек. Өте маңызды қағида, біздің иманымыз, құлшылық ғибадатымыз ол көркем мінез құлыққа жетелеу керек. Егер көркем мінез құлық біздің өмірімізге сенімімізбенен ұстанымымыз, діни ұстаным, ғибадат құлшылығымыз бізде өмірімізде рухани кемелдендіріп, өмірімізде рухани кемшіліктерден арылтып, жетістікке, кемелдікке жетелемесе, сенімімізде, құлшылық ғибадатымызда кінәрат бар.